Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл әңгімені тиран күйеулері бар сорлы әйелдерге сабақ болсын деп баяндағалы отырмын. Өйткені мен де сол сорлы әйелдердің бірі болған бейбақпын. Бала кезім, жасым 6-да. Әкем КамАЗ айдайтын еді. Анам менен кейін көтермеді. Мен жалғыз қыз болдым. Өте бақытты едім. Әкем үйде көп болмайтын болғасын бекен, анам өзіне көңілдес тауып алды. Үнемі кешке ол еркек үйге келеді. Анам маған: «Қызым, әкеңе ештеңе айтушы болма. Бұл аға біздің бөлмеде шкафты жөндеп береді. Әкең естісе ұрсады. Сен ақылды қызсың ғой» деп мені анам алдайтын еді. Екеуі анамның бөлмесіне кіріп кетіп, шкаф емес, диван шиқылдап, бір түрлі дыбыстар естілетін еді. Ол кезде баламын ғой, жаман нәрсені білмей, анамның өліміне себепші болған мені тағдыр, өмір баспалдағын аттамай жатып-ақ жылатты. Жаңа жыл. Менің туылған күніме бір күн қалған. Әкем мені қатты жақсы көрді. Анам мені ертіп базарға шықтық. Әкем туған күніме қалаған нәрсені алып берді. Сол кезде анамның көңілдесін базардан көрдім. Картоп, пияз секілді көкөніс сатып жүр. Ол үнемі үйге келген кезде маған тәттінің түр-түрін әкеп беретін. Әлгі анамның көңілдесін көре сала, шкаф жөндейтін аға деп жүгіріп бардым. Мың жерден анам ештеңе айтпа деген сөзі әп сәтте естен шығып кетті. Балалығым болар, ол еркекті көре сала қуанып, неге қасына барғанымды білмеймін. Анамның көңілдесі мені көре сала сасқалақтап, мән бермеген түр жасап, басын бұға берді. Анам мені сүйрелеп: «Жүр мұнда, тағы зат бар алатын» деп менің назарымды басқа жаққа аударуға тырысып жатты. Мен айтқанымнан қайтпай: «Бұл сол аға ғой мама, қарашы, бөтен адам емес» деп қояр емеспін. Әкем де бірдеңе сезгендей: «Шынымен де бұл кісіні қайдан танисың? Шкаф жөндейтін аға ғой. Сен жоқта кешкісін шкаф жөндеуге үйге келеді. Маған шоколад әкеп береді» деп шынымды айтып жаттым. Әкем үнсіз қалып, түрі өзгеріп кетті. «Тез үйге қайтамыз» деп қатты ашулы қабақпен. Үйге келген соң менен ақырындап әлгі әңгімені тағы сұрады. Мен бәрін айна қатерсіз айтып бердім. Ол еркек үнемі келетінін, бөлмені шиқылдатқан диван даусын. Әкем менің сөзімнен кейін қабағы одан қатуланып, мені дереу көршінің үйіне апарып тастады да, сәлден кейін алып кетем деген әкемді соңғы рет көрген күнім сол болар. Кеш болды. Үйге қайтамын десем, көрші қыз қайтарбады. Біз бір подъезде тұрамыз. Бірінші қабатта тұрдық. Көрші екінші қабатта орналасқан. Ол үйдегі аға әкемнің алыс туыстары болып келеді. Балконнан у-шу естілді. Скорый, полиция көліктері қаптап кетті. Сөйтсем, менің әкемнің қолдары кісендеулі. Полиция қолын қайырып, көлігіне тығып жатыр. Шошып кетіп, папа деп жылай бердім. Көрші үйдің үлкен қызы сүйреп бөлмеге қамады. Мен бақырып: «Есікті аш, үйге қайтам» деп тепкілеп жатырмын. «Есікті ашыңдар» деймін. Бұл менің әбден шаршап, әлсіз әлім құрып, соңғы рет айтқан сөзім еді. Әкемнің кетіп қалғаны, анам әлі күнге дейін үйге алып кетпеген үшін қайғырып ұйықтап кетіппін. Түннің бір уағы. Үйдің үлкендері есікті ашып кіріп жатыр екен. Сыбырласқан олар: «Мына қызға обал болды ғой. Енді анасыз қалай өмір сүрер екен? Ертең ауылға сүйегін апарады» деп менің шешемнің жан тапсырғанын айтқанда өкіріп жылап жердім. Менің даусымнан байғұстар шошығаннан ыршып орындарынан секірді. Үйге барам. «Анамды неге өлді дейсіңдер? Бәрі өтірік» деп ол бөлмеден шығуға тырыстым. Бірақ үлкен адамдар мені жұбатуға тырысып, айтқандарының бәрін жоққа шығарып жатты. Бірақ жүрегім бір жамандықты сезді. Сол күннен соң есейіп кеттім. Анамның өліміне өзімді кінәлі санадым. Анам маған ештеңе айтпауымда жалынып сұрап еді ғой. Ал мен не істедім? 2 күннен соң әкемнің анасы, әжем келді. «Әже» деп құшақтауға талпынған сәтте әжем мені жұлқып итеріп жіберді кеудемнен. «Сұмырай, шешеңнен аумай қалған шөп желке, ұлымның өмірін құртқан жауыл мауыздар» деп аузына келгенін айтып жатты.
Көрші апа-әже қарсы шығып, «Апа, бұның не? Кішкентай қызға не айтып тұрсың?» деп әжемді үйінен шығарып жіберді. Тағдыр мені неге жылатты, тағы жылатты. Небәрі 6 жастағы кішкентай қызбын ғой. Анам мен әкемді сағынып, бір көруге зар болып жүргенімде, әжемнің қарғысы жүрегіме инедей қадалды. Сол күннен соң бір бұрышта отырып, әлім құрғанша жыладым. Тамақ ішпеймін, аштық сезімін мүлде сезінбеймін. Үй иелері мені өбектеп, тамақтың түр-түрін берсе де жемеймін. Тамақ ішпеген менің басым айналып, орнымнан тұра алмай құладым. Жедел жәрдем мені алып кетті. Система арқылы есімді жиып, әкем мен шешемді іздеп жатырмын. Ешкім жоқ, жалғыз өзім палатада жатырмын. Медбике келіп ыстық сорпаны аузыма тамызып қарайласып жүр. Кеш бата нағашы атам келді. Айналайын деп мені құшақтап, ақ түскен сақалы кемсеңдеп жылағанын менен жасырып тұр. Әжем ертеректе қайтыс болған. Атам ғана менің қорғаным болды. Емханадан шыққан соң нағашы атамның үйіне бардым. Әке-шешем туралы ештеңе айтпайды. Өз ойымша екеуін дін аман, тек мені уақытша тастап кеткендей, ойламаған жерден мені қуантып, қайтып келетіндей болып көрінетін кейде. Нағашы атам мен үшін бәріне қарсы тұрып, жасым 12-ге толғанша қорғады. Бірақ көп ұзамай атамның денсаулығы сыр беріп, Астанада тұратын ұлы атамды алып кетті. Содан атамды емделіп келеді деумен күндерім өтіп жатты. Ағам сыртта жұмыс жасайтын. Жеңгем екеуміз үйде қаламыз. Олардың кішкентай балалары бар. Жеңгеме құл болдым. Тағдырдың маған сыйлаған тозақ ғұмыры аз болғандай, түрмеде отырған әкем өкпе ауруына шалдығып, қайтыс болғанын естіп жылап алдым. Жеңгем де қызық адам ғой. Тіл менікі деп қалай болса солай айта салды. Үй жинап еден жуғалы жатыр едім. Сырттан келген жеңгем, «Ей сорлы, қаншер әкең өліпті, сауап болған. Жәлеп анаңды аяусыз өлтірген еді. Алла жазасын берген деген осы шығар», деп мырс етті. Жеңгемнің не деген ойы мен санасы таяз адам еді. Менің қинау үшін айтама, атам кеткелі анамның қалай өлгенін ескі газета сияқты 1045 рет қайталап айтатын осы жеңгем. Әкемнің өліміне бірде қайғырсам, енді бірде анамны өлтірген үшін жек көрдім. Осындай тозақта өмір сүргенім үшін марқұм екеуін де жек көрсем, кейде олардың мені еркелетіп өсіргені көз алдыма елестесе, қатты сағынып жылап аламын. Әкемнің жаназасына бармадым, ешкім мені апармады, тіпті іздемеді. Әттең атам болғанда ертіп апарар еді. Атам байғұс дертінен жүре алмай арбаға таңылыпты. Сол үшін екеуміз екі жақта бір-бірімізге жете алмай жүрдік. Арада жылдар өтті. 9-шы сыныпты бітіріп техникалық колледжге оқуға түстім. Жеңгемнен құтылған түрім. Демалыс сайын амалсыз үйге келіп жүрдім. Басқа барар жерім жоқ. Тамыз айы болатын. Жеңгемнің «Сен үйді ақтап, есік терезені сырлап тастай сал» деген сөздері әлі құлағымда жаңғырып тұр. Өзі бір аптаға балаларын алып, қаладағы төркініне кетіп қалған. Онысы балаларға бояудың иісі тиіп қалады деген сылтау ғана еді. Бір өзім қалғанда маған қарап тұрған шаң тозаң, төгіліп тұрған қабырғаның сылағы көз алдыма елестей берді. Ауылда бәрі бір-бірін бақылап отыратынын қайтесің. Әне, мына қыз үй сырлап жатыр екен деген қаңқу сөздер шыға бастады. Күні бойы жүгіріп жүріп, ақталмаған жерім қалмады. Енді ғана тынығып алсам ба деп ойлап отырғанда, ауылдың ішін жаңғырықтай айқайы естілді. Екі алқаш, Үсен мен Мұрат құлап сүріне біреудің үйінің алдында отыр. Бәрін көріп әңгіме ететін сол екеуі ғой. Мені де байқады. «Әй сұлу қыз, жеңгеңді қалаға қашырып жіберіп, өзің мына жақта жалғызсырап қалған түрің бара?» деп Есен көзінің астымен күліп бір түрлі сөзбен қарады. Марат деген албасты болса сөзге келмей қосылды. Үй сырлайтын қыз күшті қатын болады деп аузын кеседей етіп күлді. «Жоғалыңдаршы» деп мән бермей тірлігімді жалғастыра бердім. Бұл екі албастының да әйелдері тастап кеткен ғой. Осындай мас күнемдерге кім шыдасын деп
іштей ойлайтынмын. Бірақ тағдыр мені Мұраттың әйелі ететін сол кезде білгенімде ғой. Сол кеште үйдің ішін сырлап шаршағаннан ұйықтап қалған едім. Ауылдың әлсіз шамы түні бойы тереземнен сығалап, ұйқымның арасында екі еркектің көлеңкесін сезгендей болдым. Есімді жиғанымда Үсен мен Мұрат сығалап тереземді ашып үйге кіріп үлгерген еді. Сол бір арам түнде абыройымнан айырылып, жан дүнием азапқа толды. Таңертең солардың жазасын тарттыруға бел байлап сотқа арыз бердім. Бірақ сол сәтте маған қорған болады деген жақындарымның бәрі беті басқа болып шықты. Жеңгем арызды қайтарып алуға үгіттеп, ауыл-аймаққа жаманат келтірме деп жанымды ауыртты. Тіпті сол түнде көтерген ішімде өсіп келе жатқан бейгүнә тіршілік белгісі үшін мені Мұраттың әйелі болуға зорлап көндірді. Осылайша өз еркімнен айырылып, 17 жасымда алқаш әрі менен 11 жасқа үлкен Мұраттың жара танып тағдырыма көнуден басқа жолым қалмады. Түнекке толы күндердің артынан еңсемді тік ұстап алға жылжымаған оңай болған жоқ. Жеңгемнің екі албастының туыстарынан қомақты ақша алғанын кейін білдім. Әуелде жаным күнім деп арызды қайтарып алуға көндіріп еді. Бірақ жүкті екенімді естігенде шын бет бейнесі ашылып, шашымнан сүйреп мені алқаш Мұраттың үйіне әкеліп тастады. Енді менде еш сенім де, үміт те жоқ. Әлдеқашан тозақтың отына үйренген жүрегім ішімде өсіп келе жатқан сәби үшін ғана соғып тұрғандай. Қалай болса да сол бала үшін өмір сүруге бел будым. Мұрат соңғы кезде ішуді доғарғандай, маған жақындамайды. Өзімен өзі жүр. Оның маған ешқандай зияны тимегенмен әлі де мүлгіген бейжайлықтан айырылар емес. Ал анасы мені зорлады дегенді естігенде қарт жүрегі мұндайға шыдамай инсульт алып арбаға таңылған екен. Қол-аяғы тартылып, беті қисайып қалған. Енді мені көрсе, көзінен жас мөлтілдеп, кешірім сұрағандай ыңылдап жылай береді. Өзі жасаған қателікке жауап бере алмаса да, менің көзіме тіке қарауға дәті жетпейтіндей. Ал Үсен деген азғын болса, бір жолы ауылдан безіп кетті. Түрмеге түспегенімен ауылдың жігіттері оған өз сыбағасын берген екен. Мұраттың ішімдікке қайта жоламауы да бәлкім осыдан болар. Өмірімде жақсылықты іздеу қиынға соққанымен, ішімдегі сәбидің әрбір қозғалысы жүрегіме кішкене болса да жылу сыйлайды. Бар күнім енді соның бақыты мен амандығы үшін. Арада жылдар зулап өтті. Қиналған күндер артта қалып, ұлым 3 жасқа толған шақ еді. Сол кезде Мұраттың адам болады деп сенген үмітім бірте-бірте сөнді. Сырт көзге түзелгендей көрінсе де, адамдықтан әлдеқашан алыстап кеткенін байқадым. Араққа тәуелділігін доғарғандай еді, бірақ енді жасырынып есірткіге үйір болыпты. Мұрат баласына ешбір мейірім көрсеткен емес. Оның жанары қатыгездікке толы. Жылы сөз айту тұрмақ, бір ретте баласын бауырына басып көрмеді. Енемнің жағдайы болса бір шама түзелгенмен, әлі-ақ өз аяғын баса алмады. Бірақ маған деген көзқарасы мүлде өзгерді. Мені өз қызындай балап, қолдау білдіріп, ұлыма мейірімін төккен ақ жүрек әже болды. Сол мейірімді көзқарасы үшін ғана осы үйде қалуды жөн көрдім. Әрине Мұраттың ашуына шалынып, кейде оның таяғынан да қорғалмаймын. Порно көріп, сондағы әйелдердің жасайтын маған жасайтын. Істемесем қолымды қайырып, аузымды жауып зорлық көрсетіп жүрді. Сол сәтте кеудемді ащы өкініш кернесе де, баламның болашағы үшін төзуім керектігін түсіндім. Өмірден таяқ жеп, тәлкекке түскен тағдырымның ендігі үміті осы кішкентай ғана ұлым еді. Ұлымды алып ағамның үйіне қашып кеткен күндерім де болды. Ол шақта ұлыма күн бермейтін жеңгем болды. Ал Мұраттың қасында мен қиналсам да ұлым жақсы өмір сүрді. Әжесінің құшағында мейірімділіктің не екенін сезініп, қалаған тамағын жейтін. Сол үшін Мұраттың маған көрсеткен азабына шыдап жүрген мені Алла тағы да сынады. Мен сонша не жаздым екен,
Ұлым 4 жасқа толғанда енді қолға алып жұмысқа шығуға бекіндім. Енемнің алатын зейнетақысын Мұрат тартып алатын әдет шығарған. Ақшамыз жетпей дүкеннен қарызға азық-түлік алып жүрдік. Күндердің бірінде қарызымыз жиналып төленбей қалған. Дүкен иесі күн сайын есігімізді қағуды әдетке айналдырды. Әрең дегенде ауыл әкімшілігіне барып жағдайымды айтып түсіндіріп, еден жуушы қызметін алдым. Аз да болса әр тиынға мұқтаж болып қалған мен үшін бұл жұмыс үлкен көмек еді. Жалақымның аздығына қарамастан осы ақшамен өмір сүруге тура келді. Кішкентай болса да қарыздарымды өтей бастаған соң ұлымды алып бұл тозақтан біржола қашып кетуді армандадым. Сол арманым үшін ай сайын азғантай жалақымнан жасырып ақша жинай бастадым. Мұрат кейде ақша сұраған кезде барымды жасырып, магазин иесі алып кетті деп әрең сендіретінмін. Жүрегімде қорқыныш пен үміт аралас күйде. Әр тиынымды балапаным екеуміздің болашағымыз үшін сақтай бердім. Бірақ бір күні ол ақшаны Мұрат тауып алып, мені әбден соққыға жықты. Сайқал, тағы қай жерге тықтың? Бол тауып бер деп үйдің астан-кестеңін шығарды. Ол ақшаны есірткіге жұмсайды. Менің шырылдап шындықты айтқаныма ол малғұн сенбей, шешесінің бөлмесінде тығылып отырған ұлымды жұлқып әкелді. Соңғы рет айтамын, Сайқал, тыққан ақшаңды бер, әйтпесе бөлтірігіңді ұрып өлтіремін деп айқайлады. Мен оның аяғын құшып жалындым. Өзімде таяқ жегенім бар. Денемді көтере алмай ұлымды оның қолынан жұлып алуға тырыстым. Алайда ол ұлымды ұстап стенаға басын ұрды. Жүрегім қақ айрылды, жаным шықты. Баламның жылаған дауысы шықпай қалды. Өлсем қосылып өлейін деп пышақты алып Мұратқа жүгірдім. Бірақ оны өлтіре алмай, ол менен пышақты алуға қарсыласты. Балам үшін бекен, әлде жиналған ашу мекен, Мұратпен арпалысып жүріп, пышақты жүрегіне тықтым. Содан ол малғұн қанша рет пышақтағаным есімде емес. Үсті басым қан жоса болғанда ғана есімді жидым. Баламның жанына бардым. Ешқандай тыныс алмай жатыр. Құшақтап қан жуған бетін сүйе бердім. Мұрат азғын баламды бір рет емес, бірнеше рет стенаға соққан еді. Қайтейін, жүрегім-ай, кешірші сорлы анаңды, бәріне өзім кінәлімін. Әлде қашан кетуім керек еді. Баламнан айырылып қаншер болған мені сот 15 жылға соттады. Түрменің тар қапасында ең қиын кездерімде өзіме қанша рет қол салғым келді. Бірақ дәл сол кезде менің ұлымның бейнесі құтқарушыдай келіп құшақтап көзіме қарап, өлмеші, мені тастап кетпеші деген дауыс естілетін. Бұл мен үшін тылсым күшке айналғандай болды. Мен оның кішкентай қолын сезіп, жүрегімде қайтадан үміт пайда болар еді. Сол кезде бәрі өзгеретін. Өмір мен өлім арасындағы шекара бұлыңғыр болып, мен қайтсем де тірі қалуым керек екенін түсінетінмін. Бір күні өзімді жарақаттап комаға түсіп қалғанымда, менің жаным ана дүниеге жақындап қалды. Бірақ мені қарсы алған әкем мен анам, содан кейін ұлым болды. Олар маған әлі өмір сүруің керек, сен тірі болуың керек деп айтқанда, менің көзіме ажал келіп тұрғанымен ол мені өткізе алмайтынын түсіндім. Сол сәтте мен өзіме қарсы тұрған осы күштің мені қайта тірілтуге, өмір сүруге мәжбүр етіп жатқанына таң қалдым. Менің жаным тіпті дүниеден өтуге қадам жасаған сәтте де сүйіспеншілік пен отбасының жылуы мені ұстап қалды. Өмір мен өлімнің арасында жүргенде мен үшін ең маңыздысы ұлымның жанында болу, оның мені тастап кетпеуі. Сол күш мені қайрап жаңа өмірге алып шықты. Менің ұлым, ол менің періштем. Мені түрмеде 15 жыл бойы құтқарып келген. Сол ауыр жылдарда жүрегімде үміт оты сөнбеген сәттерде мен оны әрдайым жанымда сезетінмін. Ұлымның маған берген күші мені тірі қалуға итермеледі. Ол менің тіршілігімнің жарық нұрына айналды. Қиыншылықтар мен зардаптардың арасында мен оның бейнесін көремін де қайта оянамын. Түрмеден шыққан соң мен көше сыпыратын жұмысқа тұрдым. Сол жерде күтпеген жерден өмірімнің екінші жарығын кездестірдім. Ол өте салмақты, мінезі жұмсақ, нағыз еркек еді. Әйел адамды сыйлап, әрқашан түсіністікпен қараған. Оны жақын танып, екеуміз бір-бірімізді түсініп, өмірдің сынақтарын бірге еңсеруге дайын болдық. Ол менің өткенімді білсе де мені әйел ретінде қабылдады. Менің барлық кемшілігімді түсініп қолдады.
Біздің отбасымыздың бастамасы осылайша қаланды. Бір күні көше тазалап жүріп, алтын алқа тауып алдым. Алқа жуан әрі грамы көп, батпақпен көмкерілген еді. Бәлкім бұл Алланың біздің жолымызға салған бағыты шығар. Сол алқаны күйеуіме беріп, ол оны ломбардқа өткізіп біраз ақша таптық. Күйеуім есепті жақсы білетін адам еді. Бірден шағын бизнес ашуға ұсыныс білдірді. Біз картоп жуадан бастап сатуға қолға алдық. Алла бізді қолдады. 2 жылдың ішінде жақсы табыс тауып, жағдайымыз да жақсарды. Базардан орын алып, сауданы тұрақты жүргізе бастадық. Мен жүкті болдым, ұл туып алдым, бақытты болдым. Бірақ оны бақытты жариялауға кейде қорқамын. Өйткені мен оған жету үшін қаншама қиындық көрдім, қаншама уақытты жоғалттым, қаншама күрес жүргіздім. Бірақ мен әр сәтте ұлымның көзін көріп, сол бақытқа жеткенімді түсінемін. Бұл әңгіме менің өмір жолым, бірақ мен оны басқа елдерге сабақ болар деп жазып отырмын. Әңгіменің соңы маған жазылып, маған қолдау көрсете кетіңіздер.